Барлықтарыңа қайырлы күн балалар. Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілінің 24-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, кеттік, сабағымызды бастайық. В дыбысы 20-ші жаттығу, мәтінді оқы. Велосипед сөзі желаяқ деген ұғымды білдіреді. Оның түрлері көп. Автомобильдің жүк салғышына сыйып кететін шағын немесе жиналмалы велосипедтер бар. Оларды жолаушылар өзімен бірге трамвай, автобусқа алып кіре береді. Велосипед қоршаған ортаға қауіпті емес. Велосипед тебу аяқ бұлшықеттерін жаттықтырып, сені шымыр қылады. Сондықтан оны басты көлігің ретінде таңдауың экологияның жақсаруына қосқан үлесің болып саналады. Енді астында балалар әдеттегідей тапсырмалар бар, сол тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін не туралы дейді? Мәтін бізде велосипед және оның пайдасы туралы, Келесі мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңдар дейді. Мысалға, велосипед сөзінің мағынасы қандай, велосипедтің қандай түрлерін білесің, велосипедтің адам ағзасына қандай пайдасы бар деліге. Келесі мәтіндегі В дыбысы бар сөздерді тауып, бұл дыбыстың айтылу ерекшелігін байқа дейді. Бұл жерде В дыбысы бар сөздер балалар велосипед, автомобиль, трамвай және автобус сөздері екен. Келесі, велосипед пайдалы көлік тақырыбында өз ойыңмен бөліс дейді. Велосипед нағыз пайдалы көлік. Себебі ең бірінші ол адам ағзасына өте пайдалы. Әсіресе аяқ бұлшықеттерінің қатаюына, қан айналымының жақсаруына көмектеседі. Өздеріңіз білетіндей, әрбір көліктен, автобустардан болсын, ауаға зиянды түтін бөлініп шығады. Ал велосипедтен ешқандай зиянды заттар шықпайды. В ұяң дауыссыз дыбыс. Ол сөздің барлық буынында келе береді. Вагон, автобус, паровоз, Асқаров. Келесі 21-ші жаттығу, мәтіннен В әрпі бар сөздерді теріп жазып, оларға дыбыстық талдау жаса дейді. Балалар, ең бірінші сөз ол бізде велосипед сөзі болатын, Бұл жерде В дауыссыз ұяң, Е дауыссыз жіңішке, Л дауыссыз үнді, О дауысты жуан, С дауыссыз қатаң, И дауысты жіңішке, П дауыссыз қатаң, Е дауысты жіңішке, Д дауыссыз ұяң екен. Келесі сөз ол автомобиль сөзі. А дауысты жуан, В дауыссыз ұяң, Т дауыссыз қатаң, О дауысты жуан, М дауыссыз үнді, О дауысты жуан, Б дауыссыз ұяң, И дауысты жіңішке, Л дауыссыз үнді. Ал жіңішкелік белгісі бізде ешқандай дыбысқа жатпайды екен, яғни әріпке жатпайды. Яғни дыбысқа жатпайды. Трамвай. Т дауыссыз қатаң, Р дауыссыз үнді, А дауысты жуан, М дауыссыз үнді, В дауыссыз ұяң, А дауысты жуан, қысқа И дауыссыз үнді. Келесі бізде автобус. А дауысты жуан, В дауыссыз ұяң, Т дауыссыз қатаң, О дауысты жуан, Б дауыссыз ұяң, У дауысты жуан, С дауыссыз қатаң. Келесі 22-ші жаттығу, көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен мектепке автобуспен барамын. Қыздар волейбол ойнады. Ұлдар футбол ойнады. Олар вальс биледі. Келесі 23-ші жаттығу бізде шығармашылық үзіліс, ойлан тап. Жоғарыдағы берілген велосипед суретіндегі үшбұрыш пен домалақ сан анықта дейді. Яғни бізде жаңа балалар, мына жақта бізде велосипед беріп тұр, сол жердегі үшбұрыш пен домалақтарды анықтауымыз керекпіз. Велосипед суретіндегі тірек сөздермен сипаттау мәтінін құрастыр дейді. Енді бізде балалар бұл жерде екі үшбұрыш, екі домалақ бар екен, велосипедтің суретінде. Және де велосипедтің көлемі адамдардың жасына байланысты әртүрлі болып келеді. Оның түрлері өте көп. Спортқа арналғаны, балаларға арнайы 4 дөңгелекпен жасалғаны және тағы да басқа. Велосипедтің адам ағзасына және табиғатқа пайдасы өте көп. Балалар, осымен бізде бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар, сабақтарыңды жақсы оқыңдар.